Біз осы 4 түрлі тон белгісінен кейін міне иероглифтеріне келдік, е? Енді осы иероглифтерді жазу үшін, е? Қытай тілінде бейхуа бейшүн деген бар. Бейхуа бейшүн дегеніміз осы тарды жазу үшін, дұрыстап жазу үшін 27 түрлі таяқшасы болады. Осы 27 түрлі таяқшасы арқылы біз қайтеміз? 27 түрлі таяқшасы арқылы қайтеміз? Біз осы сөздерді қайтеміз? Иероглифтерді жазамыз. Мен сіздерге қазір осы 27 түрлі таяқшаны қалай жазатынын көрсетемін. Сосын кейін осы иероглифтерді, Қытай тіліндегі иероглифтерді жазудың тәсілі 8 түрлі тәсілі болады. Мысалы, біз қазақ тілінде қарай солдан оңға қарай жалғап жазамыз, е? Біріне бірін қосып жазамыз. Ал Қытай тілінде осы иероглифтерді жазудың 8 түрлі жағдайы болады. Солдан оңға қарай, жоғардан төмен қарай, алдымен іші, сосын сырты деген сияқты. Оны мен қазір сіздерге осы таяқшаларды өткеннен кейін сол 8 түрлі жағдайын білдіремін, айтып беремін. Сонда сіз ойласаңыз, мен сізге қайтемін, осы бастапқы алфавитінен бастап, сіз иероглифтерді жазып кету үшін осыларды қайтесіз, мен барлығын бастан бастап сіздерге айтып беремін. Қазір мен сіздерге 27 түрлі таяқшаны өтемін. Оның толық нұсқасын арасында мен сіздерге интернеттен тағы да жолдап беріп отырамын. Сұрақтарыңыз болса, менен сұрай берулеріңізге болады. Сөйлемейін, енді мен сіздерге бейхуа бейшүн, таяқшалары. Бейхуа бейшүн. Енді бейхуа бейшүнда 27 түрлі таяқша дейді, Біріншісі, мен жаңағы жазған алфавитпен бірінші жазамын, сосын кейін таяқшаларын жазамын. Бірінші таяқшамыз ден. Ден дегеніміз төшкіден үлкенірек, жоғардан төменге қарай кішкене ден деп жазамыз. Бір ғана төшкі. Екіншісі хан. Қарасаңыздар, мен жерде тон белгілерін жазып жатырмын. Жаңағы алфавиттен кейін енді тон белгілерін жазып. Хан дегеніміз түзу сызық. Кішкене ғана хан. Келесі хан шу. Шу. Өзі айтылуы да тез болып тұр. Шу дегеніміз жоғардан төменге қарай. Түзу сызық. Ден хан шу. Ары қарай кеттік. Пе. Пе. Жоғарыдан солға қарай кішкене бұрамыз. Пе. Енді осыған керісінше на деп жазамыз. На дегеніміз жоғарыдан оңға қарай. Пе, на. Ары қарай таяқшамыз ти деген таяқша бар. Ти. Ти төменнен жоғары қарай осылай жазамыз. Ти. Келесі. Енді біз осы таяқшаларды, алты таяқшаны қосып ары қарай шығара береміз. Мысалы, хан пе. Мына хэн мен мына пені қосамыз. Қараңыздар. Хэн пе. Хэн пе. Ары қарай. Хэн жы. Хэн жы. Жы дегеніміз бұрылу. Біз енді осы хэнді қайтеміз, ары қарай бұрамыз. Хэн жы. Хэн жы. Хэн гоу. Хэн гоу. Хэн гоу. Кішкене ілмекше ғана, қармақтың бас саяқты хэн гоу. Енді мына жердегі жыны екі қайталаймыз. Хэнді әкеп екі рет бұрамыз деген сөз. Хэн жы жы. Хэн жы жы. Хэн жы жы. Хэн жы жы. Ары қарай. Енді осы хэн жыға мына жердегі ти дегенді қосамыз. Хэн жы ти. Хэн жы ти. Хэн жы ти. Енді хэн жы гоу. Хэн жы гоу. Және гоуды еміне жер жазғы. Ти дегеніміз қарайғы, сыртына қарай, оңға қарай жазамыз. Гоу деген әстені ішіне қарай, әрі
солға қарай жазамыз. Мысалы міне, хың жы гоу, хың жы ти, хың жы гоу. Екеуі, екі түрлі. Ары қарай, мынаны жазып үлгірсеңіздер, мен ары қарай бұны өшірейін, Неше түрлі таяқша? 6, 9, 12 таяқша, Алдымен мен осыдан бірге сіздерге береді оқып берейін, Диен, хың, шу, пе, на, ти, хың, пе, хың, жы, хың, гоу, хың, жы, хың, жы, ти, хың, жы, гоу. Бұл 12 таяқша. Ары қарай, тағы жазайын мен, не жерде өшіремін. Бұл міне, үлгіріп жазып алыңыздар. 6, 12 таяқшан. Мен ары қарай тағы жазам. Мынаны өшіремін. Хың, жы, гоу, Енді хың, пе, вән, гоу деген бар. Хың, пе, вән, гоу. Хың, пе, вән, гоу. Хың, пе, вән, гоу. Вән дегеніміз кішкене доңғалақтаймыз, Ары қарай, хың, жы, пе. Хың, жы, пе. Хың, жы, пе. Хыңда келдік, бұрдық, пе. Хың, жы, пе. Ары қарай, хың, жы, вән, гоу. Хың, жы, вән, гоу. Хың, жы, вән, гоу. Хың, жы, вән, гоу. Ары қарай мен мынаны өшірейін жазып үлгірсеңіздер. Хың, жы, вән, гоу. Ары қарай хың, жы, вән, гоудан кейін хың, жы, гоу. Хың, жы, гоу. Хың, жы, гоу. Мен жерде негізі бір жы қалып қалған. Енді кітап бойынша мен сіздерге кете берем. Хың, жы, гоу. Ары қарай шу, ти. Жаңғегі жердегі шу, тиді қосамыз. Шуды жазамыз да, ти дегеніміз оң жаққа қарайды да, сырт жағына қарайды жазамыз. Шу, ти. Ары қарай шу, жы. Шу, жы. Шу, жы. Бұрамыз, Жы дегеніміз негізінен жы. Бұру, немесе жы дейді, түзу, тура деген мағынада білдіреді. Шу, жы. Келесі шу, гу. Шу, гу. Шу, гу. Жерде шу, ти. Оң жаққа сыртына қарай қараттық. Шу, гуды сол жағына ішіне қарай жаздық. Шу, гу. Келесі шу, жы, пе. Шу, жы, пе. Шу, жы, пе. Келесі шу, вән, гоу. Шу, вән, гоу. Шу, вән дегеніміз доңғалату, гоу дегеніміз қайтты деді, солға ішіне қаратамыз. Гоу, шу, вән, гоу. Ал енді мен мына жағын өшірейін. Тақтам сәл кішірек болып тұр сіздерге. Мен қазір бұл таяқшаларды қайтадан толығымен сіздерге жазып беремін. Шу, вән, гоудан кейін шу, жы, гоу дейді, Шу, жы, гоу. Шу, жы, гоу. Келесі педен. Пе, жаңа ден қайтты, кішкене ғана, Педен. Или мына пена деп айтуға да болады, Педен. Келесі пе, жы.
撇着 Pie деп бүйтіп әкелеміз де ж түзу бұрамыз. Пие ж. Van Gogh. Бағанадан бері айтып жатырмыз ғой. Van Gogh. Мына жерде шоу Van Gogh. Van Gogh. Бағана басында тағы бір жерде Van Gogh'ды айтқанбыз енді. Van Gogh дегеніміз доңғалатып алып келеміз. Van Gogh. Van Gogh. Chegou. Chegou. Қиғаштау жазамыз кішкене. Chegou. И последний woggle. Жерге жазайын, woggle. Woggle дегеніміз жатқызып жазамыз. Woggle. Міне бұл Қытай тілінің таяқшалары. Енді мен қазір сіздерге мына пиінмен емес, тек қана пиғаларды жерге толығымен жазып беремін. Мысалы, мынаны мен оқылуын айттым мысалы. Қазір мен сіздерге толығымен тек қана осы бейға, бейшін таяқшаларымен ғана жазып оқып беремін. Просто бұның оқылуын сіздерге көрсетіп жатырмын. Сіздерге қайта бір рет көрсетейін. Таяқшалар бірінші. Тек қана таяқшалармен ден, хың, шоу, пе, на. Ти, хың, пе, хың, жы, хың, гоу, хың, жы, жы, хың, жы, гоу, хың, пе, ван, гоу, хың, жы, жы, пе, хың, жы, ван, гоу, хың, жы, 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 гоу. 手提手折手钩手指撇手腕钩手指指钩撇点撇折弯钩斜钩窝钩 Вот қараңыздар. Міне бұл Қытай тілінің таяқшалары. 27 түрлі таяқшасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Мына жерде 26 түрлі таяқша шығып тұр екен. Кітапта 27 деп тұр. Осы 26 таяқшамен біз енді қайтеміз. Ары қарай жаңағы алфавиттермен Қытай тілінің иероглифтерін оқимыз, танимыз. Иероглифтермен танимыз, тон белгісімен дұрыстап оқимыз. Мына таяқшаларымен сол иероглифтерді қайтеміз көрсетіп береміз. Мысалы, мен мына сіздерге бір рет оқып берейін. Ден, хың, шоу, пе, на. Ти, хың, пе, хың, жы, хың, гоу, хың, жы, жы. 横着钩，横着弯钩，横着折撇，横着弯钩，明解的。横着折钩，手提手折手钩手折撇手弯钩，手折钩，撇点撇折弯钩斜钩窝钩。Енді біз осы таяқшалармен қалай сөз құрастырамыз деп ойлайтын болуларыңыз мүмкін. Мен қазір ары қарай сіздерге тек қана жеңіл сөздерді бастапқы кезде мен сіздерге жеңіл осы иероглифтерді қосып жазу үшін жеңіл иероглифтер беремін. Бірінші мен сіздерге алдымен тек қана көрсетейін. Осы таяқшалармен қалай сөздер жазып жатырмыз, Мысалы мен сіздерге 10-ға дейінгі цифрды көрсетіп берейін, Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне қараңыздар, осы таяқшалармен мен мына цифрларды жаздым. Былайша айтқанда біз осы цифрларды құрастыру арқылы қайтеміз?
Қытайдың иероглифтерін жазамыз. Мен сіздерге келесі сағатта осы иероглифтердің жаңағы пинмен оқылуын, танылуын, шыңдяу 4 түрлі тон белгісімен оқылуын, мына иероглиф таяқшылармен иероглифтерді жазылуын барлығын ақырын